Мен Рудный қаласы номер 15 орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Қуанышбаева Амина. Жүздікке ену қолжетімді жобасы аясында Қазақстанның 100 жаңа есімі тақырыбында жоба жасадым. Жалпы жобамның мақсаты тәуелсіздік дәуірінде еліміздің көркеуіне үлес қосқан дарыны мен заманауи Қазақстанды жасап жатқан нақты адамдарды қоғамға таныту. Міндеттері қазіргі көшбасшыларды ұсыну мен анықтаудың ғылыми негіздемелік критерийлерін қалыптастыру. Жалпы еліміздің тәуелсіз мемлекет атануына және де егеменді ел болуына үлес қосқан тұлғалар аз емес, және де олардың еңбегін насихаттап, құрметтеп, бағалап жатқан іс-шаралар да көп. Соның бірі міне осы 100 жаңа есім жобасы, және де осы жоба аясында мен сіздерге Қостанай облысы Рудный қаласы білім бөлімінің номер 15 жалпы білім беретін мектебінің биология пәнінің жоғары санатты мұғалімі Өміржанова Сайран Еспайқызы және оның еңбегі туралы айтқым келеді. Сайран Еспайқызы жалпы 1984-1989 жылдар аралығында биология және химия факультетін бітірген, және де бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай осы факультетті оқып бітіргені туралы дипломдары мен сертификаттары көрсетілген. Қазіргі таңда Сайран Еспайқызы 30 жылдан бері биология пәнінен мектебімізде сабақ беріп келеді, және де қазіргі таңда ол жоғарғы білімді бірінші деңгей бағдарламасын игерген биология пәнінің жоғары санатты мұғалімі болып отыр. Бұл жерде Сайран Еспайқызының автопортреті көрсеткен. Осы 30 жыл аралығында жеткен жетістіктері және көптеген сертификаттары осы суретте көрсетілген. Қысқаша тоқтала кететін болсақ, үздіксіз педагогикалық білім беру мақалалар байқауының облыстық жеңімпазы, биология мұғалімдері республикалық байқауының жеңімпазы, және де оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру облыстық байқауының жеңімпазы, және де тағы басқалары. Қазіргі таңда Сайран Еспайқызы әрі мұғалім, әрі көшбасшы, әрі тренер, және де 10 сыныптарға арналған қолданба курстарының авторы болып табылады. Бұл жерде Сайран Еспайқызының облыстық және республикалық деңгейдегі марапаттары көрсетілген. Қысқаша тоқталатын болсақ, үздік педагог 2016 республикалық және облыстық деңгей байқауының жеңімпазы және облыс әкімінің марапаттары, кәсіби шыңдалу мұғалімдер арасындағы олимпиаданың жеңімпазы, және де білім сайысы байқауларының жеңімпазы. Бұл жерде де Сайран Еспайқызының еңбегі үшін берілген дипломдар мен алғыс хаттар көрсетілген. Қысқаша тоқталатын болсақ, халықаралық энциклопедия, халықаралық дипломдар, және де республикалық білім шыңы ғылым сыры журналының марапаттаулары, және де тағы да басқалары. Ұстаз еңбегі жемісінің еленуі. Қазіргі таңда Сайран Еспайқызы 30 жылдық еңбегінің жемісін көріп отыр десек те болады. Бұны осы суреттерден байқасақ болады, себебі бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай қалалық құрмет тақтасындағы суреті, және де облыстық алтын кітапқа есімі жазылған, және көптеген құрмет тақталарында да суреті, және көптеген құрмет кітапшаларында есімі жазылған. Бұның өзі Сайран Еспайқызының жеткен жетістіктерінің жемісі деп білеміз. Енді осы жоба аясында күтілетін нәтиже жобаны іске асыру мәдениеттің маңызды элементі, және қаламыздағы жастарға үлкен өмірге қолдау көрсетеді, және жоғары білімді бәсекеге қабілетті ұлтты жасөспірімдер мен жастардың шығармашылық табыстарымен осы жоба арқылы белсенділігін қалыптастыруға мақсатты серпін береді. 100 жаңа есім ұсыныс ретіндегі жоба әрі қарай жалғасын табады. Биылғы байқау ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Жобаның бірнеше қатысушысының жеткен жетістігімен танысып, қазақстандықтардың тұлғалық тұрғыдан дамуының маңыздылығын атап өту. Жалпы жобаға қатысушылардың барлығы туралы фильм түсіріп, кітап жазуға болады. Яғни бұл фильм мен кітаптардан адамдар одан шабыт алып, өмірге деген көзқарасы өзгерер еді. Осы орайда өз ұсыныстарымды білдіре кететін болсам, білім жолындағы еңбегі сіңіп, нәтижеге қол жеткізген ұстаздарымызды насихаттау, жұмыстарын жандандыру қажет, және үздіксіз педагогтар арқылы оқушыларды мамандық таңдауға баулу жолдарын қарастыру. Белсенді ұстаз ретінде білім саласындағы еңбектерін бағалай отырып, оқушыларға кездесулер мен сұхбаттар ұйымдастырудың жолдарын қарастыру. Енді жобамды қорытындылай келе, жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Бұл мәселені шешудің кілті ұстаздардың қолында. Сол себепті де өз ісіне адал, шәкірт бойына білім нәрін себе білген Сайран Еспайқызы сияқты ұстаздарымызға құрмет көрсетейік. Сонда ғана ұстаз есімі ұлығын жоғалтпайды. Назарларыңызға рахмет.